Сөйтіп Аллах Тағала өлім туралы бізге түсіндірді да, міне өлімнің де есеңгіретін сәті келді, келіп жетті басыңа, есіңде ме, сен осыдан қашып жүрген едің ғой деген мағынада айтты. Өткен шақты айтып жатыр да, бізді өліп жатқан адамның сәтінде сөйлесіп жатыр да бізбен. Міне осындай өлім деген ақиқат келеді, құрметті бауырлар. Сосын өлімнен кейін өліммен аяқталмайды дейді Алла Тағала. Уануфиху фиссур, қияметке кіріп кетті бірден, келесі аятында. Өліммен қияметті байланыстырып отыр. Көрдіңіз ғой. Өлім қияметке әкелетін нәрсе. Өлім қияметке көшіретін нәрсе. Енді таңғалатын нәрсеңіз, сұрға үрленгенде деп айтпайды Алла Тағала. Өткен шақта да айтады да оны. Сұрға да үрленіп қойылды дейді, қараңыздар. Сұрға да үрленіп қойылды, қиямет орнады, келдің алдыма деген нәрсеге кіргізіп отыр да. Ана әсерлі болу үшін. Залика яумул вағид, барлықтарыңа ескертілген күн еді ғой деп айтамыз дейді ол күні. Ол күні ешкімнің жаңағындай мені кешірші, қайтаршы деген сөздері қабылданбайды. Ол ескертілген күн еді ғой деп қана айтамыз дейді ондайларға. Міне осы сұр, құрметті жамағат, құрметті бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның өзі мынандай бір хадисінде түсіндіреді бізге. Кайфа анғаму дейді. Мен қалайша рақат сезе алайын бұл өмірде дейді. Қараңыздаршы. Қалайша мен ұзақ уақыт рақат сезе алайын. Қалайша мен ұзақ уақыт қуана алайын бұл өмірде. Уасохибул қарны илтахамал қарна. Сұрға үрлеуші періште сұрды аузына тіреп алды ғой дейді. Қараңыздар. Вахана джафхатаху, маңдайы аршының құзырына қараған дейді. Қараңыздар. Матаю умару бин нафхи фаянфуху, қашан бұйырылады екен, бұйрық келген бетте үрлегелі тұр дейді. Міне осы нәрсені мен көрдім дейді көзіммен. Соны мен көргеннен кейін мен қайтып рақаттан алам дейді. Ұзақ уақыт қайтып мен рақаттан алам дейді. Міне осы сұр мәселесі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, бұғисту ана уассаға кахатайни деген ғой. Мына екі саусағымның біреуінен қанша ұзын болып тұрса, қиямет сағатымыздың, қиямет пен менің арам осындай дейді. Екеуміз осылай жіберілгенбіз дейді. Осы екі саусақ сияқты жіберілгенбіз дейді. Мен және қиямет дейді. Сұрға үрленгеннен кейін, құрметті бауырлар, Аллах Тағала өзі Құранда айтады: аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва нуфиху фиссури, сұрға үрленді. Фасағиқа ман фис самавати ва ман фил арди, көктегілердің де барлығы мерт болды. Қараңыздар, жердегілердің де бәрі мерт болды дейді. Илля ман ша Аллах, Алла қалаған нәрселер ғана. Мысалы жаханнам, тозақ, жәннат деген нәрселер, олар солай тұрады. Да бір неде пайғамбарлардың арасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Ала тухаййируни ала Муса». Қарапайымдылығымен айтып отқан сөзі: мені Мұсадан артық көрмеңдерші дейді. Қарапайымдылықпен айтып отыр да, мені Мұсадан артық көрмеңдерші дейді. Фаинна наса юсқақуна яумал қияма, сөзсіз қиямет күні бүкіл адамдар мерт болады дейді. Жаңа сұрға алғашқы үрленген кезде түгелі мерт болады дейді. Фаакуну фи ауали ман юфиқ, ең бірінші мерт болғаннан кейін ең бірінші ес жинайтын менмін дейді. Қараңыздар, қайта тірілетін күні. Осылай берілген дейді хабар маған Раббым тарапынан. Ең бірінші ес жинайтындардың ішінде боласың деп. Сөйтіп, ең бірінші болып есімді жинап қарасам, вараайту Муса дейді, Мұсаны көріп қалдым дейді ана жерде. Батышу бижанибил арши, аршының түбінде жүр дейді Мұса. Фала адри, білмеймін дейді. Акана мимман сағиқа ва уфиқа қабли,
ол да мерт болып менен бұрын ес жиып қойды ма? Әмкана мимман истасна Аллах. Әлде Аллах Тағала жаңағы аяттағы Алла қалағаннан басқасының деген жерде Мұса да бар ма екен дейді. Өйткені ол әуелгі құлағанда жердің бетінде соны жеткілікті көрді ме екен Раббым оған дейді. Таудың құлағанын естеріңізде ғой, Раббым сені көрсем бола ма дегендей. Сол сияқты осы сұрға үрленіп, сонымен біраз уақыт өткеннен кейін вануфиха фихи ухра, екінші мәрте сұрға үрленеді. Фаизахум қияму янзурун. Адамдардың барлығы тік тұр алдымызда дейді, болды. Бір әп-сәтте жинап әкеле салдық дейді да. Әп-сәтте жинап алып келдік дейді. Сол қабірден тұрған бетте мүминге періштелер келеді. Қабірден тұрғызып алып жатқан кезде кәпірге де періштелері келеді. Рахым періштелер, азап періштелері да. Екеуінің келуі екі басқа да. Мысалы, мүминдерге келетін періштелер нахну аулияукум фил хаяти дуния ва фил ахира. Біз сендердің достарыңбыз, дүниеде де дос болғанбыз сендерге. Көргенбіз сенің намаз оқып жылап жүргеніңді, қасыңда жүргенбіз. Сен бізді көрмегенсің, бірақ мен сені көргем деп айтады екен да. Міне бүгін де қабірден тұрған кезде иманмен тұрдың. Біз сенің ақыретте де досыңбыз деп айтады екен. Сондағы сөздері жаңағы валякум фиха ма таштахи анфусукум. Сендерге анау жәннатта қалаған нәрселерің бар. Ана тұрған кезде де қорқыныш адамды қалай жұбатады да періштелер. Қана досыңыз қандай, қай достарды жасайды да Алла мүминдерге. Жұбатады ана адамды қабірден тұрған кезде. Сендерге ол жақта қалаған нәрселерің бар деп. Сол қабірден тұрған кезде андай жағдай болады, құрметті бауырлар. Важаат куллу нафсин, әрбір жан келеді. Маха саиқун ва шахид. Әрбір жанды қабірден мақшарға айдап келатқанда, оны айдаушысы қоса келеді дейді, оны айдап әкелетін. Періштені айтып жатыр да. Айдаушы періштесі болады дейді. Ва шахид. Сосын куәсі болады дейді. Куәсі екі періште ғой. Біреуі айдаушы періште, біреуі куә періште. Неге куә? Өйткені сотқа айдап апарады ғой. Сот куәсіз болмайды. Сонымен жаңағы қасындағы өмір бақи жүрген, жазып жүрген періштесі, куә періштесі. Баған айтты ғой, аузыңнан бір сөз шықса, дайын тұр дейді, әзір тұр дейді. Куәгер ол. Ол не үшін куәгер? Ол қабірде анау неге дейін Алла Тағаланың алдындағы есебіне апарып, сосын не жәннатпен, не тозақпен аяқталғанға дейін оның жұмысы бітпейді әлі. Қашан жәннатқа кіретін, жәннатқа кіріп, тозаққа лақтырылатын, тозаққа лақтырған кезде қызмет аяқталады. Сол күнге дейін ол бақылаушы, қазір ол жазушы, ертең ол соған куә береді. Көрдіңіз ғой? Соны Алланың алдында сөйлейді. Сосын жаңағы сот немен аяқталады, сол кезде бірақ аяқталады қызметі. Міне сол амалды жазып жүрген періштесі, куә періштесі қоса келеді дейді, онымен бірге махшарға қарай. Айдаушы періштесі және бар дейді. Сөйтіп, Аллах Тағала Зумар сүресінде бізге бір әдемі аяттарын түсіндіреді. Осы айдалу мәселесі жайлы. Кәпірлер де айдалады, мүминдер де айдалады. Екі айдалу, екі бөлік. Мүминдердің айдалуы бөлік, кәпірлердің айдалуы бөлік. Айдалады, өйткені екі жақта да айдаушы періштелер бар да. Айдаушы періштелер бар. Сосын куәгер періштелер бар. Міне осы кәпірлердің айдауы жайында Аллах Тағала айтады. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Васиқал лазина кафару иля джаханнама зумара.